Санат пен Назерке маманның көмекшісі болады. Қызығы сол ассистенттік қызметке екеуінің біреу ғана қабылданады. Еңбек қоры кімде қалады екен? 70-ке таяған әжеге көмек керек. Бұл жағдайда Санат не істейді? Ой, аяғым-ай. Апа, жүріңіз кеттік, мен сіз дәрігерге алып барайын. Аяғыңыз ауырып тұр ма? Иә. Жүріңіз. Жылдамда қазір мына жерде қоғамдық көліктер бар, сол жерде отырып маршрутпен бара саламыз. Ал Назерке, былай істеді. Ой, шетім аяғым. Апа, не болды сізге? Отырыңыз, мына жерге отырыңыз. Есіміңіз кім, жасыңыз нешеде? 67. 67. Жақсы, отыра тұрыңыз, қазір мына жерде дәрігер бар, шақырып келем, жарай ма? Назерке, сіздің істегеніңіз дұрыс, сондықтан сіз бізбен бірге кетесіз, ал Санат ренжімеңіз, жарай ма? Бізде шақырту, бізбен бірге барамыз. Кеттік. Санат, сау бол. Жарасып кетті. Деп ойлаймын енді. Кімге бара жатырмыз? Бізге қазір шақырту берді. Біз бұрынғыдай қазір картамен жазбаймыз, шақырту осы коммуникаторға түседі. Осы жақта шақыртудың поводын бәрі жазылып тұрады. Мекен жайы, баланың жасы, пациенттің жасы науқастың. 3-ші күн ауырып жатыр дейді. 1 жастағы бала, температура 38,2, и мұрнынан қан келіп жатыр, мамасы шақырған. Бүлдіршінге жоламақ түгілі дұрыс сұрақ қоюдың ретін білмедім. Мектепті енді бітіріп келген жас түлек дәл мен сияқты ұйып тыңдайтын шығар. Қазір алло дейміз, е? Тук дейміз. Кім сен атын, кім? Температура жоғары болған кезде памперс шешіп тастау керек, потому что паховый области крупный сосуд, и соларды салқындату керек. Осынша нәзік қыздардың бойында небір күйзеліс пен проблемаға қарсы иммунитет те, орасан күш те бар. Сенбейсіз бе? Сөмкеңізді ұстап көрейін. Мынау неше келі? Ішінде алғашқы көмек көрсетуге барлық қажетті дәрі-дәрмектер, құрал-жабдықтар. Бір 7-8 келі бар, шын айтам. Одан көп болмаса. Арай қазір қағаздарын тапсырып келуге кетті. Одан кейін бізге шай ішетіндерді көрсетеміз деп уәде берді. Қазір күтіп тұрмыз. Назерке бізге шақырту берді. Кеттік. Кешірек. Орта жастағы әйел аяқ қолы тартылып жатыр. 2-ші санаттағы шұғыл шақырту. Кардиограмманы алсақ. Саламатсыз ба? Жедел жәрдемнің жұмысын түсіріп жүрміз. Бүйрегіңіз температура болған жоқ па? Дәл осы жерден тәуелсіз бақ пен 4-ші билік утопиясы аяқталды. Камера сөнді, объектив көрсе үрке қарау әдетке айналғандай. Біз мамандарды түсіріп жатырмыз. Орталық концерт залында да сол, ауруханаларда да сол. Вот разрешение есть на снимать здесь? Скорую снимаем. Для них есть разрешение. Мы из комитета Минздрава от всех разрешений взяли. Фельдшерлердің міндеті науқасты және қажетті ақпардың бәрін аурухана дәрігерлеріне тапсыру. Ең көп деген кезде неше шақырту аласыздар күніне? Күніне әр кезде әрғалай, 10-15, даже 18-20 ішінде кетіп қалатын күндері болады. Ширек ғасыр өмір сүріп, қан қысымын өлшеп көрмеген Назеркенің ұялатын түрі жоқ. Үйреніп алу ғой бастысы. Мұның бәрі залалсыздандырылған. Егер үйінде үйінде босанып қоятын жағдай болады, жаңа жедел жәрдем жеткенше кіндігін кесуге байлайтын заттар бар. Мұның бәрі бір рет қолданатын заттар. Кейін жедел жәрдем станциясының ішін араладық. Сіз де көргіңіз келе ме? Фельдшерлер қайда демалады, қалай ас ішеді, сәлден соң көресіз.
Алдыңғы бөлімде фельдшерлердің тынығу бөлмесін көрсетем деп уәде бербедім. Арайлым сияқты 10 жылдық тәжірибесі бар дәрігердің өзі біз үшін гидтің қызметін атқаруға қарсы емес. Там қасете біздің бригадада не бітіп қалды, шпатель бересінші. Шыны біз қалар шпатель біз жоқ қой, қасықпен қарап ятай. Бригадалар қазір түскі астарын ішіп отыр. Бұлар жаңағы шақыртудың арасында бос уақыт болған кезде момент қолданады. Тамақтанып отыр, түскі ас. Түскі ас дейміз, сағат уже 4:30. Түскі ас. Әкімдер қысап жүрмін ғой, мен қолымды артқа. Мынау қыздарға арналған тынығу бөлмесі, жаңағыдай шақыртудың арасында түн кезінде мен қонақ үй сияқты бір жерде елестетіп келгенмін ғой. Палата сияқты екен ғой, иә? Бұның өзі де бізге жақсы. Шамалы жаңағы шақыртулардың арасында босап қалған кезімізде, шамалы күні бойы көлікте жүресің, жаңағы ауыр науқастар көтереміз. Сол кезде аяғымызды шешіп, осы жерге белімізді жазып, бір рахаттанып, жатқан өзіне жетсін деп. Күшті. Жедел жәрдемге хабарласқанда сіз де тілдесушіні оның қайда отыратынын ойша елестетіп көрдіңіз бе? Ендеше міне олар. Елорданың 103-ке жауап беретін бүкіл оператор осында. Ес-түссіз жатқан кісі болса, жедел жәрдем бригадасы жеткенше реанимация көмек керек, жасау керек болса, бұл кісі телефонда удержаниеде тұрады. Телефонмен айтып отырады, қолды мұнда қойыңыз, 2 рет жаңа дем беріңіз, жаңа жүрекке тікелей емес массаж жасау керек, соны қалай істеу керек. Фельдшерлердің алғашқы көмек көрсетуден бөлек күн соңында көлік тазалап, қобдишадағы әр затты зарарсыздандыратын, науқастар мен дәрі-дәрмектің есеп қисабын жүргізетін міндеті және бар. Енді осы жұмыстың барлығына құпия болмаса айтыңызшы, жалақыларымыз қандай деңгейде, орташа? Жалақымыз жақсы, қазір көтерілді осы жақын арада. Жалақыдан бөлек бізге осы індетке байланысты үстемақы берілді. Президенттің жарлығы бойынша бөлінген санат бойынша бізге екінші санатпен 425 мың зарплатадан, жалақыдан бөлек. Кейде ауқымды шұғыл операцияның өзі арайлым үшін түк емес. Ал кейде баланың аузын ашып тексеруден қиын нәрсе жоқ. Нұради ақылды, жігіт қой, батыр. Жазылып кетесің, мысықпен ойнайсың. Ақшасы бар екен, тиыны бар екен, маған берші тиын. Болды. Бәрі қалжың, ойлап қалмаңыздар. Ақшалар жоқ екен деп. Болды. Аш, аузын аш. Ақыл, өзің аш, мен салмаймын, өзің аш. Аш деп көрсетіп. Тамам. Жағын көрсетіп Не? Ат көп қоймайсың ба? Қыз ба, бала ма? Қыз ба? Саған әдемі екен сен сияқты. Баланы ауруханаға алып кетуге көрсеткіш жоқ. Дәрігерге қаралуға нұсқаулық бердік те өрт шықты деген хабар алдық. Келесі бағыт сол жаққа. Саламат, сізде кім старшы? Ішіне қарай кіріп, қызмет көрсетуге рұқсат жоқ, тыйым салынған. Мынау өрт сөндіруші қызметкерлер бірінші науқастар шығарып беру керек, сосын только бірінші бұл жерде біздің бірінші өзіміздің қауіпсіздігімізді сақтауымыз керек. Бірақ қауіпсіздік үшін алаңдайтын ештеңе жоқ. Бір тұрғын газ плитасында қазанның астын сөндіруді ұмытып кетіпті. Бүкіл ғимаратты дүрліктірген сол жағдай. Қуаныштымыз, бір жағынан осынша адамның жұмысқа келуіне, жұмылуына себеп болып тұр, иә? Иә. Осы уақытта негізі тамақ ішіп алып үлгеретін едік. Тамақты бекер айтқаным жоқ. Өйткені таңертең станциядан шыққан дәрігерлер өзім куә. Әлі бір үзім нан да жеген жоқ. Жұмыс арасында дүкенге не асханаға соғуға қатаң тыйым салынады. Ал сағат кешкі 6-ға таяды. Қорытынды сәтке жақынбыз. Бізде енді ондай шақыртулар болған жоқ. Науқасқа дәрі егетіндей, тікелей байланыста болатындай. Сондықтан 7 балдың 5 или 6 қоямын. Жақсы. Үлкен мәртебе, дәрігердің қолынан 6 пай алу деген. Рахмет, тоқтаймын. Сәттілік жұмысыңызға. Рахмет. Қазір жаңбыр жауып бастап жатыр. Міне, қарлы, боранды, дауылды күндерде дәл осылай қарқында жұмыс істей береді. Иә.